Қайырлы күн, құрметті көрермен. Бүгін Алматы қаласы номер 221 жалпы білім беретін мектепте заң мен тәртіп, балалар мен жол қауіпсіздік аймағы жобасы аясында іс-шара өтуде. Бұл іс-шарада оқушыларға жолда жүру қауіпсіздік ережелері көрініс арқылы көрсетілді. Бүгін мектебімізде жол қауіпсіздігіне арналған іс-шара өтті. Іс-шараны аудандық полиция қызметкерлері ұйымдастырып, 2 және 3 сынып оқушыларына арнайы көрініс көрсетілді. Полиция қызметкерлері балаларға жолда жүру ережелерін түсіндіру мақсатында шағын сахналық көрініс дайындап, бағдаршамның қызметін, жаяу жүргіншілер өткелінен дұрыс өтуді және жол үстіне қауіпсіздік ережелерін көрнекіліктер арқылы көрсетті. Жалпы бүгінгі іс-шара туралы ойыңыз қандай? Бұндай іс-шаралар жиі ұйымдастырылып тұру керек па? Бұл шара жайлы бірінші рет ұйымдастырылып отыр. Өздеріңіз практикалық тұрғыда қандай жол көлік оқиғалар орын алып жатыр, практикалық тұрғыда жиі орын алатын құқық бұзушылықтарды көрініс ретінде театралдық көрме сияқты қылып, мына жағы практикалық жағдайда сіздерге көрсетілді балдарға. Мен ойлаймын, оны ауызша айтқанша өйстіп көрсеткен, өз көзімен көрген жақсы әсер береді деп ойлаймын. Бұл бірінші рет ұйымдастырылып отыр. Ал жалпы мектептер мен Наурызбай ауданы бойынша барлық мектептерде менің көмекшілерім, өзім бастап, басқа мектептерде біз кездесулерді ұйымдастырып жатырмыз. Басқа да сұрақтар бойынша бұл бүгінгі тақырып жол көлік оқиғалары, жол қауіпсіздігі сұрағы. Біз басқа да құқық бұзушылықтарға байланысты заңды түсіндіру мәселелері бойынша кездесулерді ұйымдастырып отырмыз жүйелі түрде. Әр біздің қызметкерге бекітілген мектеп бар, сол мектептерде жұмысты жүргізіп отыр. Балалар қызыл түсті тоқтау, сарыда дайындалу, жасылда жүру керектігін, жолдан өтерде екі жаққа қараудың маңызын және жолда абай болу қажеттігін көрініс арқылы меңгерді. Полиция қызметкерлері оқушыларға қауіпсіздік ережелерін нақты мысалдармен түсіндіріп, сұрақтарға жауап берді. Бүгінгі өтілген іс-шара мынау заң мен тәртіп Қазақстан қауіпсіздік ортасы ретінде балаларға жолда жүру ережесін өз көздерімен көрініс ретінде көрсету мақсатында. Сөзбен айтқанда балалар қабылдайды, бірақ естеріне сақтамайды. Бүгін өз көздерімен жолдан өткен кезде балалардың қаншалықты қауіпті екенін көрсеттік. Мысалы, жаңа өздеріңіз көрдіңіздер, автобустың алдынан балаларды байқап жүресіздер, үнемі автобустың алдынан асыққан балалар жүгіріп өтеді. Сол кезде көрінбейтін жерден жеңіл көлік, қандай көлік болсын, балаларды қағып кетуі мүмкін. Сондықтан өз көздерімен көргеннен кейін балалардың естеріне жақсы сақталды және жолда жүрген кезде сол қауіпсіздік ережелерін сақтайды деген ойдамыз. Бүгін біз балалармен іс-шаралар өттік. Қызықты бізге көрсетті. Жолдар өтушілерді енді біз жолдан өткенде байқап өтеміз. Мариям Аманхан, Алуа Тұрлыбек, номер 221 жалпы білім беретін мектеп.